Сәлем, сәлем, досым, қалың қалай? Сені қатты сағынды, шын айтам. Бәрі жақсы ма? Көріспегелі өте көп уақыт болды. Қазір асықпа, саған айтамын. Себебін бәрін айтамын. Ең басты жаңалық менде. Біз жаңа үйге көштік. 2-3 күн болды. Мұнда жаңа үйде білесің, жаңа нәрселер, жаңа обстановкалар жасау керек. Көшіп қону деген өте оңай емес екен. Біз соңғы 1 жыл бойы ешқайда көшкен жоқпыз. Бір үйде тұрдық. Бірақ әртүрлі себептермен ол үйден көшу керек болды. Білесің ғой, ол үйде мен осындай видео түсіріп бастадым. Жылы естеліктермен мәңгі есімде қалады. Бірақ адам баласы тек алға жылжу керек. Білесің өзің. Комфорт зонада отырып қалмау керек. Өсу керек, даму керек. Алға ұмтылу керек дегендей. Сол себепті біз де көшеміз деп шештік. Мұнда ақшасы кішкене қымбаттау, бірақ дегенмен де өте жақсы ауданда орналасқан. Және біз үшін құтты қоныс болады деген ойдамын. Сен де маған тек жақсылық тілейтініңді білем. Көп рахмет. Және одан да басты бір саған жаңалығым бар. Бүгін саған өте пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Жарай ма? Сен білесің бе, білмейсің бе? Саған айтпаған шығармын мен. 1 ай бұрын жаңа диета бастадым. Диета деген аты енді диета деп айтқаным дұрыс шығар. Бұл нәрсені мен өзім бастаған жоқпын. Дәрігердің кеңесімен бастадым және оны бастағаныма өте қуаныштымын. Бұрын соны қалай бастау керектігін білмей жүретін едім. Бүгін соны саған айтамын. Егер сен де денсаулығыңды ойласаң, жақсы болсын десең, онда менің осы бір ақпаратымды тыңдап, терең демалып, жай ғана тыныштықта ұғынып аларсың деген ойдамын. Жарай ма? Ең әуелі тамақтануды дұрыстау керек. Тамақтану күніне 3 рет қана болсын. Мен қазір күніне тек 3 рет тамақтанамын. Яғни таңғы ас, түскі ас, кешкі астан басқа уақытта ештеңе жемеймін. Мүлде ештеңе жемеймін. Қазір енді күн жылынғаннан кейін қарбыз жеп жүрмін. Енді қарбыз қатты бір зиян емес, жай су ғой, су болып шығып кетеді. Бірақ ешқандай перекус жасалмау керек. Бұл арықтау мақсатында емес, бұл денсаулықты дұрыстау мақсатында. Және ең маңызды нәрсе, кешкі 7-ге дейін ғана тамақ ішіп алу керек. Яғни әр тамақтың арасы 4-5 сағат болу керек.
8 пен 9-ның арасында таңғы ас ішсең, түскі ас 1 мен 2-ның арасында және кешкі ас 6 мен 7-ның арасында. Міне сонда сенде өте идеальный график шығады. Және осы 3 мезгілдің арасында ештеңе жемейсің, тек су ішесің. 1,5-2 литр су ішесің. Қарның ашса, тек қана су іше беру керек. Жарай ма? Осыны қолға алып көр. Және екінші мәселе, тамақтанғанда мынандай бір айта кететін нәрселер бар. Бұл кәдімгі ақ ұннан жасалған нан өнімдері, яғни жоғары сорттағы ұннан жасалған тамақтарды, өнімдерді азайту керек. Сондай-ақ газдалған сусындар, әртүрлі соктар және күнделікті біз тамақ істеуге қолданатын сұйық май бар ғой, соны басқа сұйық майға алмастыру керек. Яғни біз әдетте кәдімгі сары түсті сұйық май сатып аламыз дүкеннен, бірақ ол рафинированный май болып есептеледі, ол денсаулыққа зиян. Сол себепті нерафинированный деген май бар, қоңыр түс болып тұрады, ол да дүкенге барсаң сатылады. Соны алып, соны қолдану керек. Так, осы нәрсе. Және кешкі тамақта тамағың жеңіл болу керек. Картошка, макарон, күріш болмау керек кешкі аста. Сонда сенің таңғы асың мен түскі асың өте жақсы болу керек. Кешкі ас жеңіл болу керек. Сондай-ақ тамақ ішетін кезде, ішіп жатқан кезде ешқандай су, чай, соғып ештеңе ішпейсің. Яғни тек қана тамақтың өзін ішесің. Тамақтанып болған соң 40 минуттан соң ғана су, чай, ешкім келеді, соларды ішсем болады. Яғни тамақтың дұрыс қорытылуына су, чай дегендер кедергі жасайды. Оны бірге ішуге болмайды екен. Мен қазір солай істеп жүрмін. Және ең басты нәрсе, мен анализдер тапсырдым. Витаминдер, біздің организмізде минералдарға қатысты анализдер тапсырып, қандай витаминдер, минералдар жетіспейтінін біліп, анықтап, соларды 3 мезгіл ішіп жүрмін. Қазір 1 айдан асты. Денсаулығым жақсарды. Өзімді жақсы сезінемін. Кез келген уақытта аузыма әр нәрсе тығып жей бермеймін. Өте жақсы болды. Және менің енді кейбір диагноздарыма байланысты маған фитнес жасауға болмайды. Жай йога немесе лимфодренажды жаттығулар жасауға болады үйде. Соларды жасаймын. Яғни қатты бір күш кетіретін нагрузка жасауға болмайды. Қазіргі таңда осыларды істеп жүрмін. Білесің бе, мен бұрын ойлайтынмын, неге осы адамдар сала береді өздерінің арықтағандарын, өздерінің қалай дұрыс тамақтанып жүргендерін, өздерінің өмір сүру салттарын неге көрсете береді десем, мен қазір тура солай өзімнің көріп жатқан нәтижелерімді, өзімнің пайдалы нәрселерімді менде бөліскім келіп жатыр саған пайдалы болады деп ойлаймын. Қазір енді мен саған кішігірім қандай витаминдер ішіп жатырмын, соларды көрсеткім келеді. Ең алдымен кез келген біздің ағзамызға қажет, ол коллаген, білесің. Міне осындай, саған көрініп тұрма, осындай коллаген ішіп жүрмін.
басқаша аталатын атауы Siberian Wellness деген компаниянікі. Міне осындай коллаген таңертең ұйқыдан тұрған кезде таңғы асқа дейін жарты сағат бұрын осыны сумен араластырып ішіп аламын. Дәмі өте күшті. Бұл балық коллагені деп аталады. Міне мына жерде фиш деп жазылып тұр. Фиш коллаген. Дәмі құлпынай және лайм. Маған өте қатты ұнады. Мен кеше ғана барып екінші пачкасын сатып алдым. Бағасы 20 000 теңге тұрады. Коллаген біздің ағзамызға ең қажет нәрсе. Бізде шаш, көз, сүйек, әжімдер болсын, яғни бізде осындай қажетті витаминдермен, қажетті заттармен толып тұрады. Так, және сондай-ақ бұл лецитин деп аталады. Капсула. Бұл лецитинді пайдасы өте көп. Мұнда жазылып тұр. Бұл сіздің миыңызды дамытады. Және ең бастысы бауырды қорғайды. Бауырды артық нәрселерден қорғайды. Адамның организмдегі бүкіл қан айналымды жақсартады. Және ағзадағы сахар, яғни қант мөлшерін азайтады. Мен бұны қазір 3 мезгіл ішіп жүрмін. Бұл екінші пачка деп айтайын ба, екінші бутылкасы. Біреуін тауыстым. Енді достар, қараңыздаршы, мынаны жабысылап. Қараңыздар. Бұл қолымдағы зат өте қымбат тұрады. Бұл японский кальций және мынау коэнзим деп аталады. Магия долголетия. Қазір таныстырамын. Сенесіз бе, бұның бағасы 100 000 тұрады. 100 000. Мұнда 60 таблетка, осындай пачканың екеуі бар, яғни үшеу. Осы үшеу және мынау барлығы қосқанда 100 000 теңгеге сатып алдым. Бұл японский кальций өте пайдалы деп айтты маған дәрігерім. Сол себепті мен ойланбастан сатып алам деп шештім. Және кальцийді білесіз, бұл бізде біздің сүйектерімізге ең қажет зат. Және ағзамызды дұрыс қалыпта ұстап тұруға үлкен көмектеседі. Коэнзим дегенді қазір мен сіздерге мына жерде жазылғанын бір қарап жіберейін. Бұл иммунитетті көтеру, организмді, ағзаны жасарту және әртүрлі стресс, жаржау мәселелер бар ғой, соларды кетіреді. Сондай-ақ біздің терімізді жақсартады. Бұны бастағаныма бір күн болды. Кеш келді. Қалғандарын уже мен бір ай болды ішіп жатқаныма. Витамин Б комплекс. Таңғы аста бір рет жеймін.
витамин 12, әртүрлі қышқылдар бар. Бұл бізде жалпы ағзамызға үлкен көмек тиеді, әсіресе қыз балаларға. Ағзамызда болу керек витаминдер. Не көріп тұрғандарыңыздар? Бұл Нутривера деген брендтікі. Іздеп көрсеңіздер болады, міне. Нутривера. Так, жарайды, кеттік. Так. Бұл айгербтен алған витаминді. Мұнда дозасы 5000, мен күніне 2 таблетка ішем, яғни 10.000 дозада ішем. Уже өте аз қалды. Витаминді бас салып іше беруге болмайды. Оны анализде егер төмен болса ішесіз. Негізі қазір шынымды айтайын, барлық адамда витаминді төмен. Сол себепті ішу керек. Так, одан кейін. Бұл кәдімгі өзіміздің омега-3. Мұнда 63 күніне 3 реуден ішсем 1 айға жетеді. Бағасы 5500 теңге. Омега-3 біздің ағзамызға қажет витаминдердің бірі. Так, сондай-ақ менде витамин С. Алдын бірінші айда басқа витамин С ішкем, енді осы витаминді алдым. Витамин С, бұл білесіз, ең бірінші адамның терісіне өте пайдалы. Және қараңыздар, екеуі ұқсайды. Бұл цинк. Енді цинкті адамға пайдасы өте көп. Оның ең бірінші ол сізде шашыңызда, тырнағыңызда проблема болса ішу керек. Бұны күйеуіміз екеуміз ішеміз біз. Бұның бәрі Siberian Wellness деген брендтікі. Ал мынау достар, селен деген шынымды айтайын, кеше бірінші рет естіп сатып алдым. Бұны маған дәрігерім берген. Бұның да пайдасы өте көп. Ой, айып етпеңіздер. Естілді ма, жоқ? Так, жарайды. Енді соңғысы келіп деп аталады. Бұл бізде йод. Мұнда жазылып тұр. Күніне біз норма бойынша 200 ба, сондай, или 300 ба миллиграмм йод қабылдауымыз керек, қателеспесем. Міне соны күніне 1 таблетка ішемін. Осылай достар. Міне осыларды ішем деп, әрі жұмысым бар, әрі көшеміз деп, мен қолым тимей кетті. Сол пайдалы болды деп ойлаймын. Өтініш, менің видеомды көрсең, міндетті түрде комментарий жазып, лайк басып, қолдап кет. Мен қазір қарап жатырмын. Менде ютубта негізі хобби ретінде қолға алғанмын, бірақ соңғы кезде жақсы көрсеткіш болып жатыр. Өте қатты қуанып жатырмын, және адамдарға пайдамды тигізгім келеді. Алдағы уақытта өте жақсы идеяларым бар. Сен мені әрдайым қолдап кет.
өзіңдікі, денсаулығыңдікі. Айтпақшы, қазір әлемде әртүрлі скидкалар болып жатыр. Сен соларға барып анализдер тапсырсаң болады. Және оның нәтижесін дәрігерге көрсет, немесе ChatGPT-ға салып, солай денсаулығыңды қолға алсаң болады. Көріскенше сау бол.